Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, әлеуметтік желі көрермендері. Шығайық бұл тұйықтан, бір-бірімізбен көріскенде әйдейік. Әйдемесек өйдейік, әйдеп-өйдеп алған соң, әрі қарай сөйлейік. Иықтан тартып сөз бастау жараспайтын секілді, иба менен әдетке жанаспайтын секілді, жамандықтан ол ұзап әр аспайтын секілді. Уа қалайық, иықтан тарту орнына әй-өй деуді алайық. Қария сөзін құп алып, жұрт мәз болып қуанып, түзепті де кеттікті, бір-бірімен адамдар әй-өй десіп кетіпті. Сан ғасырлар өтіпті, армысыңдар адамдар деп жаңа күн жетіпті. Күндердің бір күнінде ақылы мол дария, бір ақсақал қария жиып алып халықты мынадай жар салыпты. Уа қалайық, сөзге құлақ салайық, бірімізге біріміз айқай салып әйдейміз, әйдемесек өйдейміз. Бұлай сөйлеу бұл күні жараспайтын секілді, иба менен әдепке жанаспайтын секілді, жамандықтан сәл ұзап әр аспайтын секілді. Уа қалайық, осы әй-өйдің орнына бір тәуір сөз табайық. Кімде-кім әй-өй десе жабылып тұрып сабайық. Сөзімізді жөндейік, бірімізді біріміз әй-өй демей сендейік. Қария сөзін құп алып, жұрт мәз болып қуанып, түзепті де кетікті, бір-бірімен адамдар сен десіп кетіпті. Сан ғасырлар өтіпті, армысыңдар адамдар деп жаңа күн жетіпті. Күндердің бір күнінде ақылы мол дария, бір ақсақал қария жиып алып халықты мынадай жар салыпты. Уа қалайық, сен дегенде біреулер таласатын секілді, құрбыға құрбы сен десе жарасатын секілді, үлкенге кіші сен десе адасатын секілді, сенге серік таппасақ шатасатын секілді. Бір тәуір сөз іздейік, келіссеңдер ал егер, жасы үлкенді сіздейік. Қария сөзін құп алып, жұрт мәз болып қуанып, түзепті де кетікті, сізбен біздесіп кетіпті. Одан бері балалар талай заман өтіпті, сізбен біз дейді адамдар сан ғасырлар іздеген, бәрімізге сондықтан жарасады сіз деген.